Хей, қалайсың? Прометив каналына қош келдің. Бүгінгі видеода YouTube'дан қалай ақша табатынын айтамын. Бүгінгі видео не туралы екенін түсіндім деп ойлаймын. Көп сөзбей кеттік. Иә, YouTube'дан ақша табуға болады. YouTube ақшаны подписчик санына төлемейді, немесе лайкқа төлемейді. Ақшаны коммерциялық просмотрға төлейді. Мысалға, кейбір каналдарда видео көріп жатқанда оң жағында тұрған немесе видео астында тұрған тағы басқа Google рекламаларын байқаған шығарсың. Міне соны қараған үшін ақша төлейді. Ал коммерциялық ақша жүріп тұру үшін монетизация қосу керек. Монетизацияны қосуға өзгерсе дейін қосу үшін шарттар бөлек еді. Бұрын ең аз дегенде YouTube подписчик және бір айда 1000 просмотр жинау керек еді. Қазіргі уақытта монетизация қосу шарты өзгерді. Және оны қосу үшін кем дегенде бір жылда 1000 подписчик 4000 сағаттық просмотр жинау керек. Содан кейін монетизация қосып, бір айда YouTube ережесін бұзбай қосылу өтінде сақталу керек. Содан кейін партнерлік программаға қосылуға заявка жібересің. Қазіргі уақытта ең атақты партнерлік программаны не болады деп айта аламын. Әрине, партнерлік программалар көп және әр қайсының өз плюстері және минустері бар. Тағы айта кететін жағдай, коммерциялық рекламаның бағасы әр елде әртүрлі. Сондықтан да қазақ ютуберлері YouTube'тың өзінен аз ақша табатынын айтып жатады және ол өтірік емес. Ал егер YouTube'да істеп жатқан жұмысыңа төленетін ақша көлемінде болмаса, YouTube арқылы табуға болатын қосымша услугаларды жасау, яғни ол YouTube каналдары, компаниялар, әлеуметтік парақшалар, сайттар, ойын дүкендері және тағы басқа сенен сатып алатын реклама арқылы қосымша ақша табуға болады. Бұл мысалға көрсетілген услуганың бір түрі ғана. Одан да басқа услугаларды көрермендерге ұсына аласың, және де стримда донат арқылы да біраз ақша жинай аласың. Айта берсең көп. Ең бастысы көп еңбектеніп качественный контент дейді ғой. Ерінбей качественный контент жасап, YouTube каналды көтеруің керек. Осымен бүгінгі видео өз мәресіне жетті. Ұнаса лайк бас және басқа да сұрақтарын туындап жатса комментарийге жаз. Видеоны осы жерге дейін көрсең комментарийге ақша деп жазып кет. Алдағы видеоны үзіп алмай қалу үшін каналға жазылып, қоңыраушаны бас. Сенімен бірге болған Прометив YouTube каналы. Кездескенше қош, сау бол.